Рулондар әртүрлі болады. 350 килограмм, 250 килограмм, 150 килограмм. Бірақ осы ауылға көшейін деп жатқанда, осын білу керек. Ол қандай шөп, жақсы ма, жаман ба? Рулондар әртүрлі болады, өте әртүрлі болады. Шөптер өткен. Әр шабындықтар да әртүрлі. Енді осын білу үшін қазір көрсетейін қалай білетінізді. Ең біріншісі міне, біз рулонның плотныйлығын тексереміз. Бәрі тұрып тұр, сен авал боласың. Міне плотныйлығын. Мынаған қол кірмеу керек, қол сыймау керек негізі. Мынау қолым сыйып тұр. Мынау ондай жақсы емес, бірақ пойдет. Кәдім кейбіреулеріне қол смело кіріп кететін жерлер бар. Любой жерден тықсан кіре береді. Сосын жаман рулондар отырып қалады. Бүйтіп бір-бірінің үстінде тұрғанда, қалай айтсам болады. Мыналар тұр, міне былай жатқызып қойсақ, былай емес, мынау тұр. Жатқызып қойсақ, мыналар бүйтіп езіліп қалады бірінің үстіне бірі жатып. Бұл нашар рулон деген сөз. Нашар емес рулондар престелмейді. Тұра түсейді, до конца тұрады олар почти. Бірнеше жылдан кейін болмаса түсетіндері. Ал іші енді жақсы ма, жаман ба? Оны біріншісі біз қараймыз ағаштары. Міне сыртынан білінбейді. Мынау қара болып тұр. Мынау сарылау болып тұр. Бірақ біз ішін білу керекпіз. Ішін білу үшін, как всегда, мынаған обращаться етеміз. Міне слойларынан білуге болады негізі. Міне, мынау жақсы шөп. Негізі жақсы шөп дегенде идеальный шөп емес. Идеальный шөп міне мынандай. Мына жер ыдырап тұр енді рулон. Міне идеальный шөп мынандай. Ағашы болады, гүлдері болады. Гүлдері жоқ что-то. Міне гүлдері болады ағашымен бірге. Бәрі аралас болады осылай. Осы ең керемет шөп малға. Ішінде бүкілісі бар. Жусаны да бар, житнягі да бар, гүлдері да бар. Осы қамысы да бар міне. Қамыс дей алмаймын, бірақ почти. Ең жақсы шөп осы міне. Ал ары қарай уже 350, 250, 150 өзіңіз ыңғайыңызға қарай. Техника бар ма, или малдың санына қарай дегендей.